Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар мен оқушылар? Мен Жұмабеков Ербол Ерғабылұлы, Қармақшы аудандық оқушылар үйіндегі заманауи дизайн үйірмесінің жетекшісімін. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мақталы таяқшадан құмыра жасау. Сабақтың мақсаты оқушылардың өнерге деген қызығушылығын, эстетикалық сезімін арттыру, еңбексүйгіштікке, іскерлікке тәрбиелеу, шыдамдылыққа үйрету. Мұғалімнің сабақ барысындағы міндеті қызығушылық тудыру және еңбек етуге баулу болса, ал оқушының міндеті идеясы ерекше жұмыс түрлерін достарымен талдай білу. Оқушылар мына нәрсені білуі керек: мақталы таяқшаны көркем шығармашылық бағытта пайдалану және жұмыс жасау реттілігін. Оқушылар мына нәрсені үйрену керек: қарапайым мақталы таяқшадан керемет бұйым дайындау мен білімдерін тәжірибеде қолдану. Жұмыстың орындалу реттілігі: жасайтын бұйымды көз алдына елестету, мақталы таяқшаларды ыстық желмен жинақтау, біріктіру, картон қағаздан құмыра кескінін дайындау, дайын мақталы таяқшаларды картонға желімдеу, безендіру жұмыстары. Бүгінгі біздің сабағымызға қажетті құрал-жабдықтар: мақталы таяқшалар, ұсақ тастар, ыстық желім, картон қағазы және қайшы.
материалдардан жасаған құмырамыз дайын. Үйден осы жұмысты ата-аналарыңыздың көмегімен бірге жасаңыздар. Сау болыңыздар.